Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қытай елінің кезекті тапсырыс мынандай үлкенірек қорапшада. Бұл тапсырыс Гербест интернет магазиннен келді маған. Шамамен 20 күндей жүрді. Бұның ішінде Hi-Fi наушник Meizu HD 50 деген осындай бір наушник. Бұл Meizu'дің жаңағындай топовый флагман, жаңағы флагманды смартфондарына арналған Hi-Fi наушник дейді. Қорапшасының шеттері кішкене мыжылып қойған екен. Мінекей қорапшасы өте сапалы істелген. Мінекей мына артқы жағында характеристикалар көрсетілген екен. Мінекей 32 Ом жаңа сопротивление, 103 децибел дейді, 220 грамм екен салмағы. Мына ненің құлақ қабының диаметрі 40 мм, яғни 4 сантиметр. Қателеспесем, әлде ішіндегі мембранасының диаметрі ғой деймін, 40 мм дейді. Мінекей сопротивление мына 20 мен 20 000 Гц арасындағы дыбыстарды шығара алады. Кабелінің ұзындығы мінекей 1,2 метр. Мінекей ашылды. Мінекей мынандай трубка сияқты істелінген, және бетін жауып қойған осындай бір материалмен. Қысқаша түсініктеме және наушнигіміздің өзі. Мінекей мынандай осындай бір сыртында қорапшасы бар. Meizu деген мынандай сапалы жасалынған. Мінекей HD 50 дейді. Ашып көреміз. Мінекей мына жердің ішінде қалташалары бар және наушнигіміздің өзі. Мінекей бір көргеннен көзге сондай сапалы көрінеді. Мінекей мына жерде металл, ұстасаңыз сұп-суық. Мінекей мынандай реттегіші. Мінекей басында Meizu деген өзінде жазуы бар. Кожамен істелінген, кожа ма, кожа ма білмеймін енді. Бірақ сапалы істелінген. Жұмсақ бәрі. Бәрі жұмсақ. Мына жерде эффект памяти де бар деп айтады. Мысалы, құлағымыздың жаңағы раковинасы, жаңағы құлағымыздың қандай формасы бар, соны сақтап қалады дейді. 1,2 метрлік кабелі. Мына жағында қызыл линиялары бар. Бұл қызыл линиялары бар. Мына жаққа тығылады. Шатастырып алмас үшін. Және мынандай пульті бар. Дауыс көтеру, азайту және пауза, стоп деген сияқты наушнигі бар. Микрофоны бар. Пульті мынандай металл, суық. Барлығы өте сапалы істелінген, көзге көрініп тұр. Және мынандай профессионалды аппаратураларға қосуға арналған осындай бір джек. Мынау мини джек 3,5 мм, мынау шатаспасам 5,5 мм джек деп аталады. Өзінің орны мына жерде негізі. Және тағы бір несі бар. Андай переходник. Бұл жаңағындай компьютерлердің артына арналған. Интернеттегі отзывтерге қарасақ, дауысы өте жақсы, өте сапалы істелінген. Бұл разработкасына жаңағы әлемнің
ең мықты жаңағыдай инженерлер қатысқан деп айтады. Жаңағыдай ұмытпасам жаңағы Sennheiser, Dr. Dre деген наушник шығаратын үлкен фирмалардың инженерлері қатысқан дейді осының разработкасына. Енді қалай дауысы қалай шығатын алдағы уақытта әрине тексеріп жатамыз. Бұны қарапайым соткамен емес, үлкен жаңағыдай хай-фай несі бар, усилителі бар, өзінің жеке аудио процессоры бар, осындай ұялы телефондармен тыңдаған дұрыс. Бұның шынайы қаншалықты жақсы дыбыс беретін сезіну үшін. Сол үшін мен Meizu Pro 6 смартфон тапсырыс берген болатынмын, бірақ әлі саудагер жібермепті. Алдағы уақытта енді көріп жатамыз, келіп жатса осы наушниктің шынайы потенциалын тексеріп көреміз. Әзірге OnePlus X смартфонмен тыңдап көремін. OnePlus X смартфонында дауысты жаман шығармау керек. Тексеріп жатамыз. Басты нәрсені айтуды ұмытып барады екенмін. Бұл наушниктің бағасы негізі Gearbest'те қазір $50 сатылуда. Мен бұны өзімнің купонымен Gearbest'тегі $37 алдым. Негізі елдің бәрі жаңағы орыс тілді обзорщиктердің бәрі айтып жатады, мақтап жатады, жақсы наушник дейді. Сол үшін осы жақсы музыка тыңдау үшін өзіме тапсырыс бердім. Достар, мінекей әзірге осы. Назар көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса, ВКонтактедегі группамызға тіркеліп, кіріп, сол жерде қойсаңыздар болады. Осы видео ұнаса, лайк басыңыздар, арнамызға жазылыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Алда әлі талай осындай қызық заттардың распаковкалары, ашу жаңағындай және шолулар болады, құдай қаласа. Сол үшін каналға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Әзірге осы. Көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.